Саламатсыздар ма достар? Кайырлы кеш, құрметті тікелей эфирге жиналып отырған біздің серіктестер Бепик компаниясының және осы тікелей эфирге жиналып отырған біздің қонақтар. Қош келдіңіздер. Алдымен мен өзімді таныстырып өтейін. Менің есімім Райхан Жаманқұлова, Тараз қаласынан боламын. Жасым 54-те. Енді ең бірінші мен сіздерге өзім жайлы айтпай тұрып, ең бірінші мен сіздерге компания жайлы және біздің компанияның басшысы жайлы, компанияның өнімдері жайлы, нәтижелер жайлы, біраз біздің офисіміз қайда орналасқан, бас офисіміз, және біздің өзіміздің өнімдерді алатын заводымыз қайда орналасқан, сол туралы айтып кеткім келіп отыр мен сіздерге. Компания, Бепик компаниясының басшысы бізде Дэн Путнам деген кісі. Бұл Америкада тұрады, американец бұл. Өзі көп қайырымдылық қорларымен айналысады. Әлемдегі аш-жалаңаш балаларға әсіресе қайырымдылықтармен көп көмегін тигізіп жатқан миллиардер кісі. Бұл тек қана Америкада емес, Европада да және қазір біздің ТМД елдерінде де өте танымал кісі болғандықтан бұл кісіні жаңағы біраз елдер танып біледі. Енді бұл кісінің өзінің 5 Starlabs деген 25 этажды өзінің Америкада, Майамида өзінің офисі бар. Сол офиста біздің офис сол жерде орналасқан. Ал енді біздің завод, достар, біздің завод штат Ютада орналасқан, мына суреттегі көріп отырсыздар. Ал біздің өнімдер осы заводта шығарылады. Ал енді өнімдерге айта кететін болсақ, 2016 жылы біздің өнімдер әлемдік рынокқа шықты. Бүткіл сертификат, лицензияларын алып шыққан. Соның ішінде қазіргі бізде өте танымал халал сертификаттары, вейган, кошерный сертификаттары, және GMP, ICO сертификаттары, FDI дейді, сол сертификаттар 13 сертификатымен әлемдік рынокқа шықты. Қараша айында шықты, 2016 жылы, биыл бізге 5 жылдай болады. Ал 2017 жылы біздің ТМД елдеріне де бұл өнімдер танымал болды. Бір деген уақытта, достар, байқайсыздар ма, бір деген уақытта 180 мемлекет қабылдап, қазіргі таңда 200-ден астам мемлекет осы өнімдерді қолданып отыр. Енді бұл өнімдер бізде тікелей интернеттен, заводтан беретін болғандықтан, бізде арамызда делдалдар жоқ. Делдал дегеніміз, былай орысша айтқан уақытта, ол посредник, өте танымал сөз. Посредник жоқ біздің арамызда. Посредник болмағаннан кейін, әрине, подделка да жоқ бізде. Содан кейін бір жақсы жері бізде представительство жоқ. Қазақстанда да, ТМД елдерінде де, Европада да ол не жоқ, жаңағы представительство жоқ. Өйткені представительство дегеніміздің өзі 20-30% өзінің жаңағы проценттерін қосады екен. Ал енді өнімдер жайлы айта кететін болсақ, бұл ең бірінші әлемдік рынокқа бізде, сіздер білетіндей, Elevate деген өнім шықты. Барлығымыз қазір Elevate деп танимыз бұл өнімді. Elevate өзінің құрамында 23 түрлі компонент бар. 500-ден астам микро-макро элемент бар. Бұның ішінде бізге танымал, қазір медицинада да өте танымал, қазір бүткіл өнім шығарып жатқан үлкен-үлкен жерлердің бәріне танымал кардицепс дегенді білесіздер. Кардицепс, гуарана, шиитаке, радиола розовая, тағы да бакопомания деген. Осындай 7 түрлі саңырауқұлақ бар ішінде. Және де жеміс жидектердің 30 түрлі сығындысы бар екен. Соның ішінде бізде күнделікті қолданып жүрген жеміс жидектермен басқа
күнделікті қолданбайтын да дефицит дейді ғой, былай қарап отырған уақытта сондай да өнімдер бар екен. Соның ішінде бізде күнделікті қолданып жүрген қызанақ бар, жаңа помидорымыз, сәбіз бар, шие бар, алма бар, клюква, енді брокколи деген сондай жаңағы 30 килограмм жеміс жидектің сығындысынан алынған микро-макро элементтер. Және де витаминдер бар бұның ішінде. Витаминдер жаңағы А1-ден бастап В50-ге шейін бар екен. Және де С витамині, Д витамині, К витаминдер, осындай витаминдерден құралған. Бұл Elevate бізге не береді? Ең біріншіден бұл осы өнімді қолданған кезде адамға күш қуат пайда болады екен. Бұл энергия деген сөз. Күш қуат пайда болғаннан кейін адамның иммунитеті көтеріледі екен. Осы екі нәрсе бізде көтерілген кезде адамның ағзасынан депрессия, стресс, тревога деп жатамыз, жаңағы сондай сезімдер кете бастайды екен. Адамның еңсесі көтеріледі. Және де біздің мынау есту қабілетіміз, есте сақтау қабілетіміз, сондайлар уже солар кете бастайды екен. Және біздің нерв жүйелеріміз жақсара бастайды. 700-ден астам ауруға өзінің профилактикасын жүргізеді. Енді 2017 жылы келген уақытта бұл өнімнің өзінен қаншама адамдар өзінің ағзасының жақсарғанын, өзінің мынау көңіл күйінің жақсарғанын біле бастады дағы, елдер қолдана бастап біраз нәтижелерге шықты. Ал 2018 жылы сіздер қазір жақсы танымал Accelerate деген өнім шықты. 2018-дің қаңтар айында шықты. Бұл 2 капсуладан тұрады, өте керемет. Түнде біз ұйықтардың алдында қолданатын өнімдеріміз. Бұның ішінде бізде далада өсіп тұрған өсімдіктердің тамырынан алынған сығынды екен. Бұның ішінде де 500-ден астам микро-макро элементтер бар. Енді 2 капсуланың ішінде мен сіздерге айта кетейін, ақ капсула бар. Ақ капсуласы мына суретте көріп тұрғандайыңыздар, жанында ақ капсула. Бұл түнде біз ұйықтап жатқан кезде сіздердің ұйқыларыңызды тыныштандырып, нерв жүйелерін тыныштандырып, мынау есте сақтау қабілеттеріңізді жоғары қарай көтереді. Ал енді мынау күлгін дейді, фиолетовый капсуласы, бұл түнде бізде ұйықтап жатқан кезде бұның ішінде пробиотик, пребиотик, энзимдар бар. Осы бізді таңертеңге дайындайды. Осы пробиотик, пребиотик, энзимдар. Бұның ішінде гумин қышқылы да бар, жаңағы бақ дейді, зімбір, алты дейді, осындай шөптерден құралынған. Бұның ішінде адуванчик та бар. Былтыр жаңағы мына пандемия басталған кезде, өздеріңіз білесіздер, елдің бәрі имбирь, лимон, чеснок іздеп кетті. Солардың бәрі осы акселердің ішінде бар екен. Біз іздеген жоқпыз. Біз енді мынау бүткіл серіктестер, осыны қолданып жатқан бізде клиенттер, ешқайсымыз іздеген жоқпыз. Өйткені бұл акселердің ішінде 36 түрлі шөптің сығындысынан алынған микро-макро элементтер бар екен. Мына енді бұл өнімдерді қарап отырсаңыздар, өте ақылды өнімдер. Неге дейсіздер ма? Умная 21 века деп жатады, ақылды өнім, 21 ғасырдың ақылды өнімі дейді. Неге дейсіздер ғой? Бұл өнімдерді ішкеннен кейін бүткіл микро-макро элементтер бар. Соның ішінде кальций, магний, железо, цинк, йод деп жатамыз ғой, жаңағы Менделеев таблицасының. Соның бәрін біз күнделікті біздің ағзамызға 90 микро-макро элемент керек екен. Соның бәрі бар соның ішінде. Енді соны қолданғаннан кейін адам әрине біздің ағзамыз су сұрайды. Суды сұрап тұрады. Міне қазір менің де ағзам су сұрап тұр, сол суды ішкім келіп тұр, енді кешіріп қойыңыздар. Сол сұрап тұрады. Сондықтан біздің компания ойластыра келе, ол суды да ойластырып тапты. Қазір мынау бізде жаңағы орташа статистика бойынша бізде тиімді елдерде
даже мына Европа елдерінде де біздің орта есеппен жасымыз 65 жасты құрайды екен, статистика бойынша бұл. Ал енді жаңағы ғалымдар көп зерттеп, мынау Жапонияда, Жапонияның ішіндегі барлық жерлер емес, бүткіл Жапония емес, Жапонияда вот остров Окинава деген жер бар. Сол жердегі адамдардың жасының ұзақтық мерзімі 95-100 жасқа шейін бар екен. Сондықтан олар 95-100 жаста көбісі активный образ жизни дейді ғой, сондайлар жаңағы мысалы каратэмен, мысалы бимен, тағы да мынандай қозғалыспен айналысып жатады екен. Ғалымдар тексере келе, бұл неге бұндай деп сөйткен уақытта, бұлардың ішінде судың құрамы керемет екен. Судың құрамының ішінде ионный кальций, коралловый кальций деген бар екен. Енді сондықтан біздің енді Дэн Путнам жаңа айта кеттім ғой, миллиардер кісі, бұл кісі көп ойланбастан, мына Хайдрит, көп ойланбастан осы жердегі Хайдрит, остров Окинавадағы заводты сатып алды. Заводты сатып алып, бұл жердегі заводтағы өнімді тек қана біз Биэпик компаниясының серіктестері мен клиенттері ғана қолдана аламыз. Осы өнімдер бізде ғана, сондықтан лицензиясы да, сертификаты да бізде бұл компанияның. Бұл не береді бізге Хайдрит? Хайдрит мынау адамның ішіндегі мына бактериялар, паразиттер пайда болатын себебі организмді қышқылымыз көбейіп кетеді. Сондықтан сол қышқылды басу үшін біздің мына Хайдрит өнімі, ионный кальций деп, жаңа коралловый кальций деп жатырмыз ғой, Хайдрит өнімі суға салғаннан кейін бұл судың құрамын өзгертеді. pH дейді ғой, енді жаңағы судың құрамын өзгертіп, суды жұмсақтау қылып, даже қарап отырсаңыздар, өздеріңіз суға қосып жатқан кезде судың дәмі бір қаймақ сияқты болады. Судың құрамын өзгертіп, судың ішіндегі жаман токсиндер, судың ішінде де шлактар болады, солардың бәрін жойып, суды ионный кальций, коралловый кальциймен қамтамасыз етеді. Ал енді қараңыздар, енді біз өзіміз мына суды ішкен кезде, қазір менің суымның ішінде де тұр бұл Хайдрит. Бұл суды біз ішкенімізде, біздің ағзамызды ол қосымша тазалайды. Қосымша тазаланады организміміздің. Міне осындай суды да ойластырып тапты. Енді қараңыздар, мына элевейтті қолданып, акселерейтті қолданып, мына Хайдритпен қолданған кезде, бұл біздің тазалану күші 100 есе, сондай есе біздің организміміз тазаланады. Бұл 2020 жылы, жоқ, 2019 шыққан өнім. Ал енді 2019 жылы тағы да бір керемет өнім шықты. Бұны мен сіздерге айтпасқа болмайды. Бұл деген біздің кішкентай балаларға да компания өте ойластырды. Керемет өнім. Бұл деген Great Kids дейді. Бұл Great Kids'ті тек қана кішкентай балалар емес, үлкен кісілерде қолдана беруіне болады екен. Біз өзіміз қолданып жатырмыз қазір. Бұл Great Kids'ті қолданған кезде, мына тура ішіндегі микро-макро элементтері де, ішіндегі витаминдері де, қоспалары да тура мына элевейттің қоспасындай. Бірақ бұның ішінде шиитаке деген гриб, жаңағы саңырауқұлақ өте үлкен процентпен көп екен. Өйткені неге десеңіздер, шиитаке, мынау қазір бұл біздің әсіресе Қазақстан мен басқа мемлекеттерді айтпай ақ қойыншы, біздің Қазақстан суға, мысалы, йоды бар суға өте тапшы. Бізде мұхит жоқ, бізде теңіз жоқ, бізде жаңағы үлкен жаңағы өзендерде аздау, сондықтан бізде йод тапшы. Бұл шиитаке бізде жаңағы мынау көп адамдар, сондықтан жаңағы мынау зоб ауруы, қалқанша без дейді ғой, зоб ауруымен көп адам ауырады. Соның бірі менмін, оны кейін айта кетсем, сол зоб ауруына да өте үлкен көмегін тигізеді. Және бұл кішкентай балаларымызға, бұның ішінде құрамын айта кетейін, бұның ішінде жаңағы, бұның ішінде де жаңағы жеміс жидектердің сығындысы бар екен. Соның балалар көбінесе мына брокколиді жемейді ғой, сәбізді де көбісі қазір тамақтан да шығарып тастайды, помидорды енді қызылшаны тем более. Сондықтан жаңағы бұның ішінде жаңағы брокколи, сәбіз, қызылша, қызанақ деп жатырмыз, содан кейін мынау алма, шие, сонда тағы да басқалар осындай өнімдердің сығындысы екен. Бұның ішінде де микро-макро элемент өте көп. Бізде осыны ішіп жатқан балалар көбісі мына
есте сақтау қабілеті өте жақсарып, кейбір кезде мынау мектепке барып жатқан балалардың да есте сақтау қабілеті жақсарып, бұлардың да оқуларды жоғары деңгейде оқып жатқан балаларымыз бар. Біздің арамызда осы балаларымыздың тілі шығып жатқан балалар бар. Көп жаңағы кейбір 5 жасқа шейін тілдері шықпаған балалардың да тілдері шығып жатқан. Осындай керемет өніміміз бар. Бұл да балаларға иммунитетін өте жоғары деңгейде көтеріп, балалардың энергиясын да жоғары деңгейде көтереді екен. Ал енді мен сіздерге тағы да бір керемет өнімді таныстырғым келіп отыр. 2020 жылы біздің Биэпик компаниясы бізден сіздерге тағы не керек деген уақытта біз енді көбінесе осы компанияда көбінесе мынау әйел балалары көп, сондықтан қыз балалары. Сондықтан біз енді косметика сұрадық компаниядан. Косметика тек қана біреу болса деп сұрадық, сондықтан бізге компания ойластыра келе, мынау Rejuvenate деген, Rejuven 8 деп қоямыз, жаңағы Rejuven 8 деп қоямыз біз қазақшалап. Сондықтан осы Rejuvenate деген өнімді бізге тарту етті. Бұл Rejuven бізге не береді? Бұл тек қана бетке арналған құрал емес, бұл біздің денемізге де арналған бет терісіне және бүткіл ағзамыздағы терілерімізге арналған өнім екен. Бұл теріні тегістеп жаңағы ұсақ әжімдерменен үлкен әжімдерді жоғары деңгейде кетіріп, бұл даже мынау күйіп қалған, ожог дейді ғой, күйіп қалғанда көмегін өте жоғары деңгейде көтереді. Содан кейін жаңағы адамдардың бетіндегі акне дейді, безеулер өте көп, мынау ұсақ терілер, ұсақ тыртықтар және үлкен тыртықтар, оларға да өзінің көмегін тигізеді. Бұл қалай жұмыс істейді? Бұның ішінде ягоды гуччи бар екен. Бұл біздің бетіміздің, терісінің ішіне кіріп, ішіндегі жаман шлак, токсиндерді алып шығатын өнім екен. Бұл бір Rejuvenate'тің өзі 30 шақты мысалы өнімдерді алмастырады. Соның ішінде жаңағы біз маска деп атырмыз, жаңағы лифтинг деп атырмыз, микродермабразия дейміз, сондай мысалы мына суретте қарап отырғандай 30 шақты кремнің жаңағы маскаларды алмастырады екен. Бір өзі ғана осылардың жұмысын бір өзі ғана жұмыс істеп береді бізге. Косметика жағынан қалай енді барлықтарыңызға түсінікті шығар. Тағы да 2020 жылы компания бізге мынау пандемия басталған кезде біздің айтып отырмыз ғой, енді біздің мынау басшымызды жоғары жақтағы біздің владелец компания деп атырмыз ғой, жаңағы өзі миллиардер, өте керемет кісі, жаңағы көп ойластыра келе, мына 2020 жылы пандемия басталған кезде бізге керемет өнім сыйлады. Сол өнімді біз қазір көп клиенттеріміз де бар, біздің арамыздағы серіктестер де бар, солар өздері қолданып, иммун деген өніміміз бар. Атынан да көрініп тұр, иммунитетті жоғары көтеретін апельсиннің дәміменен сол өнімді бізге тарту етті. Иммунитетті жоғары көтереді бұл деген, біраз суық тигенге де жақсы. Осы өнімдерді қолданып жатқан компанияның өнімдері бір адам осы уақытқа шейін 200-ден астам мемлекетте көп адамдар ішіп жатыр. Соның ішінде бір адам бізде басқа ауруларды қойған уақытта, бір адам коронавируспен ауырған жоқ. Ал енді жаңадан ауырып келген адамдар болса, олар тез көтеріліп кетіп жатыр. Міне, құрметті серіктестер, құрметті осы жерде отырған қонақтар, біздің өнімдердің құрамы осындай және жұмысы да осындай. Енді мен кішкене өзім туралы кішкене ғана айта кетейін өзім туралы. Мен өзім Биэпик компаниясын 2017 жылы күз айында естідім, осы аяқ жағына қарай естідім. Өте ауырып келген едім. Мен негізінде бизнесқа келген жоқпын бұл жерге. Бұл жерге денсаулығымды түзеймін деп келгем. Сондықтан 2017 жылы мына Elevate өнімін көріп,
денсаулығымды жөндеп, мен 10 жылдай уақыт өзіміздің поликлиникада учетта тұрған болатын. Содан үлкен менде қан қысымы өте жоғары болды. 200-ден асты қан қысымым. Менде басым жиі ауыратын, жүрегімде одышка мен сердцебиение дейді ғой, жаңағы жүрек қағысы да дұрыс болмайтын. Мойнымда 10 сантиметр зоб, 9 сантиметр, 9 миллиметр. Соңғы көкірегімде киста, белімде грыжа, өзім 16 килограммдай 3 айдың ішінде азып кеткен едім. 10 жылдай жаңағы учетта тұрдым. Сондықтан ойлай келе бір эндокринолог пен маммолог екеуі мені онкологқа жіберіп, онкологияға жіберген кезде мен өзім ойлана бастадым. Мен не істеп жүрмін? Қазір 21 ғасыр. Неужели менде бір осыны жазатын, осыны бір жөндейтін, бір осы уақытқа шейін 21 ғасырда бір өнімнің табылмағаны ма деп. Мен оның алдында басқа компаниялардың, осы бізде Таразда қаншама компаниялар бар, солардың өнімдерінің бәрін қолданып көрдім. Әрине, мен жаман деп ешқайсысын айта алмаймын, бірақ оған менің жаңағы уақытым, жаңағы таңертең, түстен кейін, түске шейін, тамақтан бұрын, тамақтан кейін деген сияқты ыңғайсыздау болса, және барлығын алуға менің қалтамда көтеріп. Содан кейін мен интернеттен народный медицина деген іздей бастадым, халықтық ем. Оны да іздеп, оны да көрдім. Әрине, мен технологиясын білмегеннен кейін оның, ол маған анша көмегін тигізбеді. Содан мұны 2017 жылы осы өнімді көріп, 2018 мен толықтай осы өнімді ішіп, мен қазір денсаулығым өте жақсы. Бұрын давлением 235-ке шейін барып, менде прединсультное состояние дейді ғой, сондай болып жүрген болсам, қазіргі таңда менің давлением, қан қысымым 120/80. Мойнымдағы қалқанша без дейді, оның бәрі кетті. Былтыр профессорға да көріндім, скринингтан өтіп жатамын постоянно. Жаңағы көкірегімдегі киста ол кетті. Жаңағы мынау әйелдер ауруы дейді ғой, ол жағынан да мен өте тап-таза жарбырақсы болдым. Содан кейін жаңағы мен өзімнің белімдегі грыжам кетіп, бір жағыма қарай қисықтау едім. Қазір соның бәрі тіп-түзу болып, өзімнің табиғи формама келдім. Біздің өнімдер осы керемет, ғажайып өнімдер, ғажайыбын жасайды өзінің. Сондықтан мына менің нәтижем осындай. Енді мына жерден бір слайдты көрсетіп жіберсеңіз, сол слайдтан да көрсетейін, қаншама адамдарда мына нәтижелер болып жатыр. Өте керемет нәтижелер болып жатыр біздің компанияда. Бұл жалғыз мен емес, бұл менікі бер жағы деп есептесеңіздер болады. Енді компанияда мына басқа да аурулар. Енді мына суретті көріп отырсыздар, бұл өте ауыр ауру, бұл естіп жатқан шығарсыздар, бізде де көп екен, бұл қазір мен байқап жүрмін, псориаз деген ауру. Өте қиын, бұл адамды ұйықтатпайды, мазасын қашырады. Осындай аурумен мынау Марита деген біздің серіктесіміз осы аурудан осы біздің өнімдерді ішіп, мына қазір жаңағы қолын көрдіңіз, қазіргі қолы қандай тап-таза. Бұл жаңағы жеңі ұзын көйлек кие алмайды екен. Қазіргі таңда мына жеңі қысқа көйлек киіп, қолдары барлық денесінен тазарып шықты псориаздан. Ал енді мына суретті көріп отырсаңыздар, мен бірінші кездерде қарай алмайтын, енді сіздер де қиын болса да қарап көріңіздер. Бұл сурет мынау электр жүйесіне күйген адам, бүткіл мынау ішіндегі етіне шейін көрініп тұр. Осы біздің өнімдерді ішкеннен кейін, мынау екінші суретін қараңыздар, 10 айдан кейін мына кісінің аяғы қандай болып уже жазылды. Қазір өзінің тірлігін істеп жүр. Ал енді бұл алапес деген, петилига деген ауру бізде мына Таразда да көп екен, көп жерлерде. Бұл бұрын баяғыда шанда көруші едік, қазіргі таңда өте көбейіп кетті. Бұл ауру жасарып кетті. Мынау қазір суреттегі көріп отырсаңыз, бұл біздің Қырғызстандағы серіктесіміз.
Қараңыз, мынау витилиго ауруынан осы біздің өнімдерді ішіп, 1 жылдың ішінде мына беті тап-таза болды. Есімнен шығарып отырмын ол кісінің. Ал енді мынау мына кісі біздің суреттегі әдемі қыз. Қазір алдындағы суретін әдемі деп айта алмаймын енді. Қарап отырыңыздар, бұл Раушан Кабижанова дегенде біздің Астанадағы серіктесіміз. Бұл онкологиямен ауырған қыз, онкологиямен ауырған, миында онкология болған. Қазір онкологиядан толықтай бүткіл біздің өнімдерді ішіп, онкологиядан жазылып, мына қазір өзінің осы Бепик компаниясында жұмыс істеп жатыр. Жандарыңызда осындай адамдар болса айта беріңіздер. Ал енді мына кішкентай баланың қолын қараңыз. Бұл қандай жаралар, қолы жабысып тұр. Ең бірінші кездерде қолы жабысып, суланып. Бұл да бір псориаздың бір түрі ма, экземаның бір түрі ма. Бұл кішкентай бүлдіршінімізде осы аурудан жазылып, мына бірнеше күннің ішінде жақындатып көрсеңіздер, мына 6 күннің ішінде мына қолы мынандай тазарды, өйткені организмі өте жас қой. Ал енді мына бүгін де менен сұрап жатыр, аздыратын өнім бар ма сіздерде деп. Мына біреу қызды қараңыздар, енді қандай әдемі болған. Бұрын толықтығы, мынау алдындағы суретті көріп тұрсыз, қандай толық болған. Мынау кейінгі қандай өзінің табиғи адам формасына келген қыз, қандай әдемі болған. Мынандай да қасиеті бар. Ал енді мына қызды қарап тұрсаңыздар, бұл анорексия деп аталынады. 37 килограмм болған қыз. Бұл қазіргі таңда біздің өнімдерді ішіп, бұл қызымыз да өзінің табиғи формасына келді. Және де басқа аурулар бар, басқа аурулардан да жазылып, мына біздің арамызда, керемет, біздің арамызда чемпиондар да бар. Чемпион мира, әлемдік чемпион, бұл Татарстандағы біздің серіктесіміз Дмитрий Петровичев деген. Осы біздің өнімді ішіп, бұл допингті тапсырады, бұл өзіміздің табиғи өнім болғаннан кейін, оны қорықпай, Дмитрий осы өнімді қолданып, қазір чемпионатқа қатысып жүр, өзінің тренировкаларын жасап жүр. Тағы қандай нәтижелер бар екен біздің арамызда. Енді осы нәтижелермен, бұндай нәтижелер өте көп. Айта берсек, таңнан кешке шейін бір суткалап айта береміз, бірақ бұл қайғайсы, мен жаңа айта кеттім ғой, 700-ден астам ауруға өзінің профилактикасын жүргізеді. 700 емес, 700-ден астам ауруға өзінің профилактикасын жүргізеді. Сондықтан жан-жақтарыңызда, достар, құрметті қонақтар, мен сіздерге айта кететінім, әрдайым айтам, осы өнімдерді сіздер жақындарыңызға, достарыңызға, коллектив болсын, жақындарыңызға, көрген адамыңызға айтатын болсаңыздар, сіздер бір адамның болсын алғысын аласыздар, рахметін аласыздар. Біз қазір міне осы серіктестер осы жерде жұмыс істеп, осы жерде осы өнімді қолданып, өзіміз жаңағы ағзаларымызды реттеп, қаншама адамға жақсылық жасап жатырмыз. Көздерінде жас, елдер біздің қолымызды сүйіп, рахметін күнде алғыс естиміз осы жерден. Осындай нәтижелерді айта жүріңіздер. Бізде тек қана жаңағы давление, сахар деген емес, жаңағы өздеріңіз көріп отқандай үлкен нәтижелерге жетіп жатыр. Сондықтан бұл біздің бір Қазақстанда емес, 250 мемлекетте де жаңағы өзінің нәтижелерін алып, YouTube каналдан қарасаңыздар, Бепик, например, онкология деп алсаңыздар, пәленбай результат шыға келеді. Или болмаса, псориаз деп ала келсеңіздер, Бепик деп жанына жазып. Бепик, псориаз десеңіздер, пәленбай, мысалы, ер адамдардың аурулары бар, құдай атын еді, простатит деген, ол аурулар, әйелдердің аурулары, операциядан кейін, инсульттан кейін, жаңағы витилиго деген аурулардан, бізде красный волчанкадан да результатымыз бар, нәтижелеріміз, жаңағы цирроздан да сондай нәтижелер бар. Сондықтан жан-жақтарыңызға айтып жүріңіздер. Ал енді мен қазір бұл тек қана жаңағы өзімдікі, суреттегі емес, мен сізде қазір бізде айтады ғой, тірідей результаттарды көрсетсем, осы біздің арамызда отырған, өзі біздің серіктесіміз, қазір мына Алматыдан
Балжан деген қызымыз отыр. Соның нәтижелерін естісек. Балжан, микрофон саған, өзіңнің бір нәтижелеріңмен бөлісіп жіберші. Әнекей. Сәлем, Райхантай. Сәлем. Барлықтарыңызға сәлем, кеш жарық, құрметті әріптестер, серіктестер, жаңадан келіп отқан, және бүгін бірінші рет келіп отқан қонақтарға кеш жарық. Менің есімім Балжан. Райхан, саған рахмет айтамын сөз бергеніңе. Менің есімім Балжан, жасым 45-те, туып өскен жерім Шымкент қаласы. Алматыда 15 жылдан бері тұрып келатырмын. О бастан бастайын. 2018 жылы мен жол апатына ұшырап, оң жағым істемей қалды. Қазір суретті көрсетіп жіберсеңіз, көрінеді. Сол қызыл машиненің ішінде мен отырған болатынмын. Ал ана қара машине тура келіп маған соғылды. Бұғанам сынды менің мінімі қызыл машиненің ішінде, артқы орында мен отырғам. Сонымен бұғанам сынды, рахмет, мені көрсете беріңіз. Бұғанам сынды, мына 3 түсім түсіп қалды. Сосын оң жағым бәрі не қылып, сотрясение мозга дейді ғой, миым шайқалып, соны больницаға апарып дереу, мына спицаны қадап береді. 5 сағат жинайды, мына бұғана талқан болып шашылған ғой сынғанда. 5 сағат бойы жинап, мына спицаны қойып береді да, бұны қалай қолыма түскен қазір айтып беремін. Сөйтіп, қолымды денеме бүйтіп жабыстырып, айналдыра, мына жақтың бәрін гипс орап тастайды. Сөйтіп бір ай жүремін, сонымен бір айдан кейін гипс шешіп, одан кейін потихоньку разрабатывай руку деп айтады жаңағы дәрігер. Сонымен жаймен деп қолымды көтеріп не алып қимылдаған сайын сентябрьге 4 ай өтті ма уже, сентябрьде мынау көшетті мына жерін тесіп шығады. Мына жер енді өткір, шынымды айтсам, әлі күнге дейін таңғаламын. Сөйтіп травматологқа жүгіремін да, ол жайлап шығарып беремін дейді да, қолына ұстатып, соны тағы бір сындырып береді ғой бұғанамды. Ертесіне 25 сентябрь тағы да наркоз, тағы да не алып, мынандай үлкен пластина қойып береді, без шурупқа қатайтып, пластина қойып береді да, сонымен тағы да гипс. Сонымен октябрьдің аяғына дейін не қылдым, гипспен жүрдім. Сол апыр-топырдың арқасында мен миымның шайқалғанын ұмытып кеткен ғой, мүлдем сотрясениені мүлдем ұмытып кеткен. Райхан? Иә, естіп тұрмын. Балжан, Балжан, естіп тұрмын. Балжан, естіп тұрмын. Мына Балжанның нәтижелерін көріп, алдындағы болған авариядан кейінгі мына экранды өздеріңізге жақындатсаңыздар, қандай шов болған, мына жерде қандай тіккен. Жаңа сіздерге айтып отыр ғой, жаңағы темірді тыққаннан кейін, ана темірдің бір жағы өте үшкір екен. Сол үшкір мына мойнынан тесіп шығады. Мен өзім не қылғам, жазылмай тұрып, мен Балжанды көргем, ол былтыр болатын. Сай болатын, оның алдында күзде мұна тесіп шығып, бұған қайтадан жаңағы пластинадан 5 жерінен шов жасап қойып береді. Қазіргі таңда енді соның арасында шишка болады да, шишка жаңағы 5 жерінде шишка қалады. Осы өнімдерді ішкеннен кейін бұл шишкалары жазылып Балжанның мұна енді сотрясениесі да барлығы жазылады. Балжан өзі бір әдемі қызықты айтады, бірақ естіп отырсаңыздар, мынау өте қиын авариядан қалған, сондықтан нәтижелері өте керемет. Бұл өнімді 2019 жылы танысты Балжан, по-моему. 2019 жылы танысып, қазір содан бері ішіп жатыр. Мен жақсы естіліп тұрмын ба? Балжан жаман естіліп қалды ма? Мен жақсы естіліп тұрмын ба? Мен жақсы естіліп тұрмын. Жақсы, все хорошо. Ал енді Балжанның нәтижелері осындай, тағы да енді Балжан қазір күліп ойнап, өзі біздің арамызда толықтай
біздің серіктесіміз, қазір бизнесін жасап жатыр Балжан. Өзі активный партнер дейді ғой, өте активный партнер. Сондықтан қазір есіне түсіріп жатырмыз, бірақ өзі ұмытып кетсе де, біз есіне түсіріп, қандай нәтижелер алдың деп, біз есіне түсіріп жатырмыз. Ал енді біздің екінші нәтижеміз бар. Тағы да өздеріңіз көздеріңізбен көрсін деп отырмыз. Ол әрине бізде тағы да Алматыда тағы да бір серіктесіміз бар. Оны да мен Алматыда танысқам, Гүлмира Төремұрат деген, өте бұның да өзінің отбасының өте керемет нәтижелерімен Гүлмира бөлісейін деп отыр. Сондықтан микрофонды Гүлмираға берсек, Гүлмира өзінің нәтижелерімен бөлісіп жіберші Гәнекей. Жақсы. Гүлмира, кеш жарық. Кеш жарық, Райхан. Аха, кеш жарық. Қоңыр күздің әдемі кеш жарығы болсын баршаңызға. Құрметті серіктестерменен, қонақтар. Мен енді өз нәтижемді айта кететін болсам, біздің осы ғажайып өнімдерменен адамдар ағзаларын сақтап қалып жатқан болса, отадан. Мен өкінішке орай, ота жасатқаннан кейін, өт жолымды алдырғаннан кейін, өзімді өте төмен, денсаулығым өте күрт төмендеп кетті. Тамақ іше алмаймын. Ішкен тамағымды жаңағы жеңіл тамақтың өзін қорыта алмадым. Ұйқым қашты. Мына аяқтың балтыры дейді ғой, бұлшықеттерім тартылатын, басым үнемі ауырып тұратын. Осы жаңағы аурудың салдарынан үнемі көңіл күйім төмен болып, жаңағы энергиям төмендеп, өзімді сондай өте көп денсаулығымдан көп ақсап қалдым солай. 2018 жылдың аяқ жағы болатын, 10 декабрь дейміз, желтоқсан. Содан мен өзім жаңағы осы интернеттен ізденіп, осы Epic компаниясының өніміне жолығып, содан 2019 жылдың апрель айынан бастап мен іштім. Ол кезде осы Елев 8 бенен Акселер 8 екеуін ішіп, жаңағы атап өткен бүткіл жаңағы 3 ай іштім. Үзбестен 3 ай ішкен кезімде жаңағы атап өткен бүткіл жаңағы осы денсаулығымдағы ақаулардан өте жақсы айықтым. Бүгінгі күні өзімді өте жақсы сезінемін. Менің жаңа денсаулығымның жақсарғанына қарап, отбасымда жолдасым алып ішкіздік. Жолдасым енді көп жылдар жаңағы қан қысымы жоғары болатын. Көп жылдар тіпті осы учетта да тұратын. Содан кейін мына жаз мезгілі келген кезде ыстық ауаға, даладағы шаң, шөптерге жаңа аллергиясы бар болатын. Аллергиясының күштілігі соншалық прям көзінен жас сорғалап, түнде ұйықтап жатса да түшкіре беретін. Ұйқысы дегенде өте қашып, ол жаңа ұйықтай алмаған деген адам демала алмағаннан кейін, әрине жаңа жүйкесі де жаңағы нерв жүйкелер дейміз ғой, мазасызданатын деген өте қатты. Сонысынан жақсарды, жаңағы ең негізгісі қан қысымынан учеттан шығарып тастады ол кісіні. О, керемет. Салмақ тастады. Аллергиясынан бірақ енді аздап бар. Әлі кішкене толық аяп кеткен жоқ, бірақ өте көп жақсы болды. Өте көп жақсы болды аллергиясынан. Одан кейін кішкене қызым, кішкене енді мен үшін кішкене, бірақ енді жасы 24 жасында ішіп, жаңағы ең бірінші алған нәтижесі, сол жақ алақанының бармағының астында сүйел бар болатын. Сүйелі бір сондай ыңғайсыз шыққанандай, беті бүжір былай таранып, шашын енді киім киіп не қылғанда ілініп қалып өне бойы мазасын кетіріп жүретін. Сосын бетінде безеулер пайда болды, болмаса беті өте таза болатын. Бетінде деген безеулер көбейді. Сол шаршаңқы болатын ол да. 24 жаста өне бойы шаршап тұратын.
енді банк қызметкері болып жұмыс жасағаннан кейін енді қаншама адамдарды қызмет көрсететін болғаннан кейін енді әртүрлі адамдар әртүрлі компьютермен жұмыс жасағаны бар, мына ауамыздың экологиясы бар дегендей көп енді себептер көп қой. Ол қызым одан жақсарды. Сондай енді біздерде Гүлмира. Құрметті достар, құрметті қонақтар, енді интернет екеуінде біздің Балжанымыздың да керемет, Гүлмираның да отбасыменен керемет нәтижелері бар. Бірақ енді сіздер білесіздер, мына кешке жақын интернет бізді подводить етіп жатыр енді. Не істейміз енді, амал жоқ. Сондықтан екеуіне де сәттілік тілейміз. Бір сөзімді жерге қалдырмай, нәтижелеріңді айтшы, елдермен бөлісші дегеннен кейін екеуі де шығып, екеуіне де үлкен алғысым айтамыз. Ал енді құрметті Балжан қосылдым дейді. Балжанға микрофонды берсек, аяқ жағын айтып кетсе енді. Достаточно. Ты же все завершила уже. Да? Ну, все, хорошо. Енді достар, құрметті достар, қонақтар, осы жерде жиналған, сіздерге біздің өнімнен сұрақ бар ма? Толықтай достар, кешірім өтінем. Не қалды? Звондап қалды, сондықтан кешірім өтінем. Ал енді сұрақтарыңыз болмаса, мен осы өнімдерді қалай алу керек екенін, бұл өнімдерді ала отыра біз қалай табыс көзі жайлы де, біздің Бепик компаниясының өте керемет табыс көзі бар екен. Сондықтан менің өзімде 2019 жылы бизнеске толықтай келіп, осы өзімнің денсаулығымды түзеп алғаннан кейін осы керемет табыс көзі бар екеніне қараңыздар, достар. Мына Бепик компаниясы бізде өзінің доходынан емес, өзінің товар оборотынан бізге 80% бізге қайтарып береді екен. 17 түрлі өзінің доходы бар екен. Достар, қараңыздар, 17 түрлі. Бір компанияда мен ондай естіген жоқпын. Өйткені мен 10 жылдан аса мына сетте жұмыс істеп келе жатырмын. Қанша компанияларды көрдім, косметиканы көрдім, мен денсаулық жағынан. Мынандай маркетинг жоспары бар компанияны мен бірінші рет көрдім. Мынандай шикарный деп айтады ғой, шикарный өнімдері бар. Мынандай керемет табыс көзі бар компанияны мен бірінші рет көрдім. Сондықтан ең бірінші, достар, сіздер келген уақытта өздеріңіздің ақшаларыңызға компаниядан сіздер өздеріңіз өнім аласыздар. Тікелей интернет арқылы аласыздар. Енді сіздер жақындарыңызға, достарыңызға айтып жатқан кезде компания сізге компанияға клиент алып келгеніңіз үшін әр адамыңызға $35 төлейді. Мына қараңыздар, мынаны жақындатып қараңыздар, мына системаны қараңыздар, мына өмір бонусын айтып, ең бірінші өздеріңіздің лично приглашенный дейді ғой, өздеріңіздің шақырған адамыңыздан $35, ол қазіргі таңда мен долларды теңгеге ауыстырған уақытта ол 15.000 теңге екен. Әр адамыңыздан 15. Күнде шақырсаңыздар, күнде 15.000 теңгеден алып отырасыздар. Жоқ, айына 1-2 адам десеңіздер, онда да жаңағы өздеріңіздің табыс көздеріңіз. Ол өздеріңіздің жаңағы жылдамдықтарыңызға байланысты. Ал енді компаниядан шақырдыңыз, ол адамдарда сізден естігеннен кейін басқа адамдар шақырған кезде, олар да әр адамыңыз жаңағы $35 көріп отырады. Екінші табыс көзі мына өмір бонусы дейді, бонус жизни деп аталынады. 2-де 2
Енді қараңыз, сіз 2 адам шақырдыңыз, 2 адамнан шақырған кезде компания сізге әр айдың 15-інде, мысалы осы айда жасасаңыз, келесі айдың 15-інде айлық есебінде сізге $100 төледі. Сіз қараңыз, 2 адам шақырдыңыз, 2 адамыңызды сөйттіңіз да үйреттіңіз. Олар 2 адамнан шақырды, компания сізге $100 төледі. Енді екінші мына бонусы, мына 3-3 адам шақырдыңыз да компанияға. Ол да мүмкін, бір айда 10 адам шақырып тастаса да болады. Ол да жан-жағымызға айта бастаған кезде. Қараңыз, 3 адам шақырдыңыз, 3 адамнан $105 көрдіңіз, 45 мың теңге. Енді осы 3 адамды үйретіп отырсаңыздар, 3 адамнан бұлар да шақыратын болса, тура сіз сияқты, компания сізге, компанияға клиент алып келген үшін 15-інде сізге $300 төлейді. Онымыз біздің қазіргі 130 мың теңгедей ақша. Көрдіңіз бі? Тараздан да көп. Таразда кейбіреулер 75-ке 50 мыңға жұмыс істеп жүр, бұл жерде 130 мың. 3 адам шақырдыңыз, сөйттіңіз де үйреттіңіз мүмкіншілікті. Сізге компания $300 төледі. Ал енді үшінші схемасы компанияның, сіз компанияға 4 адам шақырдыңыз. 4 адам шақырдыңыз, әр қайсынан $35-дан $140 көрдіңіз. Оныңыз бүгінгі таңда 60 мың теңге, міне Тараздың бір айлығы. Лично әшейін 4 адам шақырып ақ. Осы 4 адамнан олар да шақырған кезде компания сізге $500 төлейді 15-інде. Онымыз $500 200 мың теңге. Тағы да 60 мың теңгені қостыңыз, 260 мың теңге сіз айлық алдыңыз. Мен сізге басқа доходтарын айтпай қояйын, мына осы екеуін ақ көрсетіп берейін. Ал енді компанияға бізде көп серіктестер айтады, жоқ, мен көп адам шақырам, 5 адам шақырам, 10 адам шақырам дейді, біреулер сөйтіп кетеді. Мына қараңыз, 5 адам шақырсаңыз, енді қараңыз өзіңіз санай беріңізші, $35-дан 15 мың теңге деп. 5 адамыңызға компания тут как тут, прям сразу же 15 мың теңге. 15 мың теңгеден 75 мың теңге төледі. И енді осы 5 адамыңызды үйреттіңіз. 5 адамыңыз тура сіз сияқты 5 адамнан олар да шақыратын болса, компания сізге 15-інде $700 төлейді. Бірге сіз 360 мың теңге айлық алдыңыз. Көрдіңіз ба, қандай үлкен доход бізде. Сондықтан бұдан басқа да бізде бинардан алатын табыс көзіміз бар. Бұдан басқа біздің партнерларымыз, серіктестеріміз чекке шыққан кезде, чека дейді. Олардан аламыз. Мұнан қараңыз. Мұнда сіз келдіңіз де 5 адамды шақырдыңыз. Осы сіздің адамдарыңыз, шақырған адамдарыңыз $1210 мына жерде табысқа жетті. Компания сізге қосаттағы осының 20%-ын тағы да төлейді. Компания. Көрдіңіз ба? Ол тағы да бір табыс көзіңіз сіздің. Бұл жерде 17 түрлі доход бар. Сіздер істейтін болсаңыздар, мына сіздің командаңыз 1 миллион, мысалы 1 миллион демей ақ қояйық. 1 миллион ол да болады. Өйткені бізде сондай партнерлар бар. 1 миллион доход жасады. Енді товарооборот жасады компанияға. 1 миллион доходты сізге компания 2% төлеген кезде де сіз $20 мың алып отырсыз. Енді осының 1-2 нөлін қысқартып отырсаңыздар да компания сізге қанша ақша төлеп отыр. Көрдіңіздер ме, бізде қандай табыс көзі керемет. Сондықтан, достар, біз өзіміздің денсаулығымызды жөндей отыра, жақындарымыздың денсаулығын жөндей отыра, біз табыс көзімізді жөндеп алуға мүмкіндік бар екен. Мұны жаңа айтып отырмын ғой, 2 адам шақырды, 3 адам шақырды, осыларды үйретіп. Енді осылар қайта, тек қана бізде үлкен лидерлер бар. Сіз қанша адам шақырдыңыз осы уақытқа шейін, осындай доходқа, осындай табыс көзіне қанша уақытта қалай жетіп жатсыз? Сіздің адамыңыз бір 100 мың ба, 200 мың ба, 1 миллион ба деп сұрайтындар бар. Менен де сұрайды ондай, ол үлкен топ лидерлерді қойған кезде, біздің өзіміздің наставнигімізді қойған кезде менен де сұрап жатады, сіз қанша адам шақырдыңыз? 5 адам шақырдыңыз. 5 адамымыз, осы 5 адамымыз қайта берген кезде, мына $100-ымызды, $300-ымызды, $500-ымызды, $700-ымызды компания бізге төлеп отырады. Солар қайта жаңағы компаниядан товар алып отырады олар өздері үшін. А компания бізге сол үшін, сол компанияға біздің шақырған адамдарымыз
постоянный клиент болған үшін бізге сол компания жаңағы өзінің жаңағы біздің табысымызды беріп отырады компания. Міне осындай тағы да толық ақпарат алғыларыңыз келсе, сіздерде осы жерде отырған әрқайсыңыздың сізді шақырған адамдар бар. Солардан толық ақпаратты тағы да сұрап білулеріңізге болады, шығуларыңызға болады. Міне Zoom-да біз міне аптаның бір аптада 7 күн болса, соның 3 күнін біз Zoom-ға шығып жатырмыз. Міне дүйсенбі күні, дүйсенбінің әр күні біздің өзіміздің менің спонсорым Ғалия Серғазинадан шыққан команда, бүткіл ол тек қана Қазақстанда Алматы мен Тараз емес, сіздер ойлағандай. Ғалиядан шыққан команда мысалы Кавказда да отыр, Россияда отыр, қазір Америка қосылды, міне жан-жақтан, міне біздің Таразымыз да бар соның ішінде. Жан-жақтан қосылған командаға дүйсенбі күні үлкен, ол глобальный деп айтсақ болды, глобалды дейді ғой қазақша. Сол глобальный жаңағы презентациямыз сол дүйсенбі күні кешкі сағат 9:30-да болады. 1 сағат уақыттың ішінде қаншама нәтижелерді, қаншама табыс көзін естіп білесіздер. Ал сәрсенбі күні қазақ тілінде мен жүргізіп жатырмын. Қазір енді жақын арада бізде өзіміздің серіктестер де сол жерге қосыламыз дейді. Кезектесеміз, сол сәрсенбі күні қазірше мен беріп жатырмын қазақ тілінде. Айта отырыңыздар. Қазір мына қарап отырсаңыздар, біздің Қазақстан, біздің әсіресе мына оңтүстік өңір бос жатыр. Даже біз мысалы Таразда мысалы 400 мыңнан аста население дейді ғой, 400 мыңнан аста население бар болса, соның біз әлі 1%-ін де алған жоқпыз, достар, қараңыздар. Ал енді Қазақстанды санаңыздар, қаншама адам бар. 19 миллион адамның ішінен тек 1% де жазылмады, келген жоқ. Сондықтан бізде не паханное поле деп айтып жатамыз. Сондықтан елдерге жақсылық, мен постымда да жазып жатамын, жақсылықтың жаршысы болайық барлығымыз. Осы өнімдерді көрсетейік, қызғанбайық ешкімнен. Бұл өйткені бұл өнім әр адамның денсаулығын жақсартау, әр адамға, өзіңіздің жақындарыңызға денсаулығын жақсарта отырып, сол үйдің, сол отбасының өмірін жақсарта отырып, алғысын алып отырасыздар. Біз күнде мен бір алғыс естіп жатырмын. Ал енді маркетингтен жаңа мен өзімді айтпай кеттім ғой, мен өзімнің табыс көзімді айтпаппын. 2017 жылы жаңағы естіп білгенменен мен маркетингті, бизнесқа мен 2019-ның басында келдім. Менің тәлімгерім өте күшті болды, сондықтан сол кісіден үйренетін, әлі де үйренетінім өте көп. Сондықтан қазіргі менің сұрамайсыздар мана жерден, қанша табысың бар деп сұрап қойсаңыздар болады ғой, кішкене сұрақ қойып қойсаңыздар да болады. Қазіргі табысым мына осы уақытқа шейін өткенде отырып алып жаңағы өзімнің спонсорым санап еді, басынан бастап қанша десе $57,000 болыпты. Мына осы уақытқа шейін ол өте керемет нәтиже деп ойлаймын. Сондықтан мына осындай табыс көзі бар екен. Үлкен кредитім бар еді, сол кредиттің жартысынан құтылдым. Балама машинасына көмектестім, өзім машина айдай алмайтын болғаннан кейін, конечно, машина алуға менің де шамам бар, бірақ мен өзім машина айдай алмайтын болғаннан кейін, әйтеуір балама көмектесіп жатырмын. Және де біз бұдан да басқа жаңағы поездкаларымыз бар, ар жақ бер жаққа қазір кейін жаңағы басқа да тірліктеріміз бар. Мұны осы Бепик компаниясында ғана жұмыс істеп, осы табыс көзін көріп жатырмыз. Сондықтан сіздерді шақырамыз әр дүйсенбі, әр сәрсенбі, және бізде бейсенбі күні күшті тренингтер болып жатыр. Осы біздің айтып отқан нәрселеріміздің бәрін сол тренингтерден үйреніп жатырмын. Сондықтан сіздерді де шақырамын, қалмаңыздар, жан-жақтарыңызға айта отырыңыздар. Сіздермен болған Тараз қаласының тұрғыны, Бепик компаниясының Diamond статусындағы толықтай серіктесі Райхан Жаманқұлова. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет, барлықтарыңызға жақсылық тілеймін. Келесі кездескенше
келесі кездескенде өздеріңіздің жақындарыңызбен келеді деген сенімдеміз. Келіңіздер, күтеміз біз сіздерді. Жақсылықтың жаршысы болайық барлығымыз. Аман есен болайық.